돌아가이에 대한 이야기를 가자흐어로 해보도록 하겠습니다. бұрынғы өткен заманда үлкен өзен бойында Саржан деген аңшы өмір сүреді. бір күні әйелі Айсұлу өмірге ұл әкеледі. Олар балаға Толағай деген есім қояды. Толағай ай санап емес, күн санап өседі. 4 жасында денесі нағыз батырдай алып қайналып, 7-ге келгенде онымен белдесуге шақ адам табылмайды. Жастайынан әкесімен бірге аңға шығып, атақты аңшыға айналады. Бірде елде ұзақ уақыт жаңбыр жаумай, қуаңшылық белең алады. Шөлден жаппай мал қырылып, жүздеген адам өледі. Күннің аптап ыстығына шыдамай, киіз үйде анасының жанында отырған Толағай жаңбыр ең көп қайда жауатынын сұрайды. Анасы таулары аспан тіреген жер жаннаты Тарбағатай жайлы ұзақ әңгімелейді. Толағай осы мекенді іздеп табуға бекінеді. Ұзақ сапарды еңсеріп, ақыры шыңы қар жамылған тауға кезігеді. Биік тоғайлы, құстары сайрап, төбесін бұлт жапқан тауды Толағай қатты ұнатады. Ол тауды құшағына алып, арқасына көтеріп алып, еліне қарай қайтады. Тауды арқалаған Толағай шаршаса да, тоқтамай ұзақ жүреді. Халық жылжып келе жатқан үлкен тауды көріп, аң-таң болады. Толағай деп ұрандап, қуанышпен қарсы алады. Осы сәтте найзағай ойнап, күн күркіреп, жауын себелейді. Қуарған шөпке жан бітіп, малдар мөңіреп азынап шулайды. Қажыған батыр тау астынан шыға алмай, апа деген бір ауыз сөзге ғана шамасы келеді де, мәңгіге тау астында қалады. Анасы еңіреп жылап, қуанышты халық әп сәтте қайғы жамылады. Тауда шыдамай, көзінен жас бұлақ болып ағады. Содан бері бұл тау Толағай деп аталады.